Армысыздар. Арнама тіркеліп, қазақша каналды қолдап кетейік. Мен тұрмысқа шыққан кезде небәрі 18 жастағы жап-жас қыз едім. Күйеуіме бар сұлулығымды, денсаулығымды, жастығымды құрбан еттім. Бірақ ол соны бағаламады. Ыза болатыным да осы жағдай. Ол мені тастап басқаға кетті. Небәрі 18 жасымда сөз байласып жүрген жігітіме тұрмысқа шықтым. Мені ешкім мәжбүрлеген жоқ. Өз еркіммен. Керісінше, ата-анам, туыстарым қарсы болды. Әлі жассың, қиналып қаласың, кішкене жүре тұр. Оқуыңды аяқта, өз бетіңше өмір сүріп көр деп қанша айтса да тыңдамадым. Сондықтан өзімнен басқа ешкімге өкпелей де алмаймын. Қыз-жігіт болып 2 жылдай жүрдік. Бірге жұмыс істеген болатынбыз. 9 сыныпты бітіріп, колледжге оқуға түскен едім. Өзімнің жан қалауым бойынша медбике болғым келді. Оқып жүргенде қосымша жұмыста істеп жүрдім. Ойын-сауық орталығында, балаларға арналған ойын алаңында бақылаушы болып жұмыс істедім. Жолдасыммен сол жерде істеп жүрген кезде танысқанмын. Біздің танысуымыз да, қыз бен жігіт болып жүруіміз де өте тез басталып кетті. Үйленуге де соншалықты асығыс қадам жасағанымды ол кезде ұқпадым. Негізі жастық жалынмен үлкендердің сөзіне құлақ аса қоймаймыз ғой, дегенмен олар дұрысын айтады, тыңдау керек екен. Мен ата-анамды тыңдамай, ойланбастан ерте жасымда тұрмысқа шығып кеткенімді түсінгенде кеш болды. 2 курсқа келгенде оқуымды тастауға мәжбүр болдым. Қайын жұртым оқытпайтындарын айтты. Ол кезде күйеуім жұмыс істемейтін болғандықтан көнуіме тура келді. Тіпті мен оған ренжімеппін де қарап отырсам, оқытпаса да күйеуімнің жанындамын, бақыттымын деп махаббатқа мас болып жүре берген екенмін. Бізде құдалық, беташар, той барлығы болды. Бірақ арамызда заңды неке болмады. Тек шариғат бойынша жолымен молда шақырып некемізді қидық. Қазір бұлай молдалар да неке қимайды ғой. Алдымен заңды неке куәлігін көрсетіп, содан кейін мұсылманша неке қиылады. Біз үйленген кезде бұлай болмады. Заңды некеге тұру керек деген түсінік те болмапты менде. Неткен аңқау болғанмын деп өзіме ашуланамын. Неке куәлігіміз болмаған соң баламды өз атыма жаздырдым. Сол кезде де шырпыр болып жүгірген өз анам еді. Баламның өз әкесінің тегінде болғанын қалап, тезірек неке қидырып, куәлікті алыңдар, баланың туу туралы куәлігін де ауыстырып алуға тырысыңдар деп күн сайын қақсайтын. Бірақ бұған күйеуім де, ата-енем де аса мән бермеді. Сонда оларға немере керек болмағаны ма? Оларға бұл туралы ескертіп айттық. Мән бермеген күйінше қалды. Мен де баламның әуресімен бұл туралы ұмытып кеттім. Анамда айта-айта шаршады. Содан арада 2 жыл өтіп, 2-ші баламды дүниеге әкелдім. Оны да өзімнің атыма жаздырдым. Сол аралықта анамның менімен бірге жүгіріп, менің қамымды күйттейтіндей жағдайы болмады. Ол да ағамды үйлендіріп, тойдың қамымен, күйбең тіршілікпен әуре болып кетті. Баланың тегі қалай екенін сұрауды да ұмытып кеткен ғой. Солай күндер өтіп жатты. Бір күні телефоныма бейтаныс нөмерден қоңырау келіп түсті. Ойымда дым жоқ. Алло деп тұтқаны көтере салысымен амандық саулық жоқ күйеуімді сұрады. Кім екенін, неге оның өзіне хабарласпайтынын сұрағанымда ол ештеңені жасырмады. Сөйтсем, ол қыз күйеуімнен жүкті екен. Үстімнен суық суды құйып жібергендей әсерде болдым. Күйеуім жұмысынан келгенше тағат таппадым. Телефонмен хабарласып, ит терісін басына қаптайын деп оқталып тұрдым да, ол ойыннан айныдым. Себебі, ол үйге келемін дегенше 1000 түрлі сылтау ойлап тауып, сытылып кететініне күмәнім болмады. Күйеуім екеуміз үйленген соң жұмысын ауыстырған болатын. Астанадағы жекеменшік фирмалардың бірінде жұмыс істейтін. Сол жерден басталған ғой бәленің бәрі. Мен күйеуімнен күдіктеніп жүрдім. Өйткені заңды некеге тұрудан қашқақтағаннан бастап, 1-ші баламыз туылғаннан кейін біртіндеп өзгере бастады. Көңіл бөлмеуінде түрлі сылтаулармен ақтап алатын.
Күдіктеніп жүрсем де анық көзім жетпегеннен кейін ештеңе істей алмадым. Отбасымыздың жалғыз асыраушысы сол кісі болғаннан кейін балаларымды да әкесінен айырып өзім жеткізе аламын деген қырсықтықтан ештеңе өнбейтінін түсініп, оны жібергім келмеді. Мейлі, сол әйелді некелеп алып, екінші әйелімен бірге тұра берсін. Бірақ балаларыма келіп, оларға мейірімі мен әкелік махаббатын беріп тұрса, маған соның өзі жеткілікті болатын еді. Онсыз да арамызда заңды неке жоқ. Басымдағы осы жағдайды шынымды айтайын, дұшпаныма да тілемес едім. Осы бір қателігімнен сабақ алып, өз өмірлеріңізде қайталамасаңыздар екен деген тілегім бар.